Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Достар, бүгін біз қамырына аскөк қосылған өте дәмді манты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын тындырып қоятын боламыз. Ол үшін өзіме қажетті аскөкті ұсақтап турап алдым. Одан соң суымызға тұз, жұмыртқа, сұйық майымызды қосып, және де аскөкті қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды електен өткізіп дайындап қойдым. Араластырып болғаннан соң ұнымызға қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болып кетпеу керек. Илеп болғаннан кейін 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан соң тағы да қамырымызды илеп, қайтадан тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз тынам дегенше арасына салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына салынатын етті ет тартқыштан өткізіп дайындап қойдым. Мантыға қосатын қырыққабатымызды ұсақтап турайтын боламыз. Менің фаршым майлы, яғни мантыға өте дәм береді. Одан соң картопты да ұсақтап турайтын боламыз, көбіктеп. Картопты қоспасаңыздар да болады, бірақ менің балаларым жақсы көретін болғандықтан аздап картоп қосқан болатынмын. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Негізі пияз әрбір тамаққа дәм беретін көкөніс. Тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тынып тұрған қамырымызды бөліктерге бөлеміз де қамырымызды жаямыз. Мен негізі мантының қамырының жұқа болғанын ұнатамын. Дәл солайша осылай қамырымыздың шеттерін баса отырып, осылай қамырымызды жаямыз. Оқтаудың екі шетін ала отырып басатын болсаңыздар, қамырымыз дөп-дөңгелек болып жайылатын болады. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым рецепттер бар. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, каналымдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Біз қамырымызды жайып болдық. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп, мантыны жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менің қамырым жұқа болып жайылды. Мінекей достар, мантымызды түйіп жатырмыз. Енді кезекте мантаваркамызға салып, мантыны пісіретін боламыз. Мантымызды 50 минут немесе 1 сағатқа қойып, пісіріп алатын боламыз. Біздің мантымыз езілмей өте керемет болып пісті. Бетіне пияз бен сәбізден подлив жасадым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәм